Ұлттық экономика министрлігінің жауабы көңілге қонбайды. Бұл туралы айтылған министрлікке хат жазып, тұшымды жауап ала алмадық деген ұлттық қаржы қызметін дамыту қоры қызметкерлері айтып отыр. Олар министрлікке көптен бері дау тоғызып келе жатқан несиелерді жабуға берілетін 130 миллиард теңгені таратуда банк пен борышкерден ұсталатын салыққа кешірім сұраған еді. Алайда ол сұрақтарға ұлттық экономика министрлігі бір айға жуық жауап бермей отырып алыпты. Направить жалобу в Генеральную прокуратуру Республики Казахстан. Осыдан кейін біз Қазақстанның бас прокуратурасына шағым түсіруге мәжбүр болдық. Нақтырақ айтсақ, 6 мамыр күні шағым түсірдік. Ал 19 мамырда біздің шағымымыз бойынша не болып жатыр деп бас прокуратурадан сұрадық. Содан кейін біз 2 сағатты өткен соң экономика министрлігінен жауап алдық. Ал белсенділер өз кезегінде бөлініп тұрған қаржыны дұрыс қолданбаса, еліміздегі банк жүйесінің болашағы күмәнді деп отыр. Қала берді қарапайым мәселе шешілмеген соң инвесторларды тартуда қиынға түсетінін айтады. Хат жазған қор үкіметтен бөлінетін қаржыны жаратуда корпоративтік 20% және жеке кіріс салығы ретінде ұсталатын 10% қаржыны кешіруді сұраған еді. Ол үшін салық заңына өзгерістер енгізуді ұсынған. Алайда ұлттық экономика министрі салық заңында мүгедектерге арналған көптеген жеңілдіктер бар деп жауап берген. Тот факт, что на сегодняшний день Министерство национальной экономики занимается таким... Мен жауапқа қарап, ұлттық экономика министрлігінің көшіріп жауап берумен айналысатынын түсіндім. Міне мынау біздің фондқа берген жауабы, ал мынау ұлттық банкке жазған хаты. Бәрінде бір сөз. Сұрақтарға да қарамаған сияқты. Негізі біздің сұрақтарымыз әртүрлі еді.